бала кезімде мен 5 қабатты ескі үйде тұрғанмын. Мен соның 5-ші қабатында 61-ші пәтерде тұрдым. Көрші пәтерде Семен аға тұрды. Менің төсек орным біздің пәтерді бөліп тұрған қабырға жақта тұрды. Түнде мен жарда біреу жорғалап тырмалап және домалап жатқан бөтелкенің дауысын еститін едім. Семен аға көп ішетін болғандықтан мен бұған еш мән берген жоқпын. Мен Семен ағаның үйіне қонақ болып барғанда, мен бұл қабырғаға қарадым. Қарапайым қабырға, ештеңенің ізі болған емес. Міне, арада бірнеше жыл өтті. Мен қазір басқа қалада тұрамын. Жақында өзімнің туған жеріме тума-туыстарыма келгенмін. Өз балалық шағымды еске алайын деп сол бұрынғы үйдің ауласына кіріп орындыққа отырып, өз назарымды үй терезелеріне аудардым. Анау Ермек досымның үйі, ал анау Айбек деген ескі досымның терезесі. Мынау біздің ас бөлмеміз, мынау біздің бөлме, міне Семен ағаның бөлмесі. Тоқта. Мынау кімнің бөлмесі? Бұл бөлме кімнің бөлмесі? Семен ағада тек бір бөлме болған. Ал мынау кімдікі? Барлық терезелерде жарық жанып тұрған. Тек осы терезеде жарық жоқ. Менің бөлмемнің қабырғасы Семен ағаның бөлмесімен емес, осы есігі жоқ бөлменің қабырғасымен көршілес болған. Бұл бөлмеде есік болған жоқ. Сонда ол бөлмеде кім болған, Құдайым-ай? Бұл бейнеролик саған ұнаса лайк бас, достармен бөліс, және менің каналыма жазыл. Рахмет, қайырлы түн.